Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін наурыздың 7-сі. Бізде осылай кеше қарлы боран болған. Осындай мутный. Соткамның памятін әлі тазалаған жоқпын, әлі жасаған жоқпын. Сонда да сіздерге орайын түсіріп кетейін. Соткамды алып шықтым. Сыйлабыз, өтелейін жадық. Я? Шашайын ба? Давай. Ал достар, күндерді сәтті өтсін. Жұмысымды естідіңіздер ғой. Мен ет жүремін. Ал достар, шөп шашып қойдық. Просто жел болмаса былай шет-шетіне шашып қойдық, естіліп тұр. Сиырларды шығаратын боламыз. А то былай жеке-жеке болсақ желінетінде тұр. Жарамайды. Еще мына жаққа аққа шашқан болатынбыз. Тұтылған сиырлар, ақта жеп тұрған. Біз қалған сиырларды айдап әкелеміз мына жаққа. Сиырларды шығарып отыр, мен аларды шығарып отырмын. Шығарып отыр ғой. Шықай. Ой, ішке кірмесем бұл шықпайтын сияқты. Сондар болды істес. Бәсес біреу бастамаса. Жоқ, қала шықпайды. Бейзі қалқи бәр тұрғанлар. Тез шығын тез. Сұқтан қайсы от қалды. Жәші үйе барады. Біздің аларды үйіп, қораларды тазалай беретін боламыз. Жақсы жүр. Енді тағы ұзақ екен. Что-то дикий бір бөлі қойыз. Қасып. Ол, шықсай. Қазан бәрі шөп жеп атты, сен жемей қаласың. Бір. Мына орудан бастайды. Чамыз бұл. Кеше мен жақтан бастағанбыз. Кәні, шыңдар. Ол енді тесте жүрдер ғай. Қазір қойры бұзлаймыз енді. Какой чудо. Тосып тұр деймін ба? Ішінде бүгін үзіліп кетті, кеше боран болған соң төбені жауып тастағанбыз тесігін, сондықтан ел езіліп жатыр. Ағар әлі жүр бармай. Ал достар екей, өттік біз қораны енді қора шығарып жүрміз. Қамын жақтың несін толып кетті. Күн осындай, ұлтный, тұмандатып тұр. Что-то қажып айнып тұр, мұзырап тұр жердің бәрі. Қарағанды облысында осылай болып жатыр. Бізде март пен февраль осылай ауысып алған ғой деймін. Бірақ февральдың басында бізде не болған? 15-не дейін боран, аязды болған. Мартта солай болады шығар. Бізде мартта көктем шығу деген жоқ қой. Бізде 23 наурызда боран соғады ғой. Жылы болып кетпейді. Алар шөп жеп жатыр. Біз жаққа кеттік. Біз қора жаққа келдік. Көзін ұрған төбеден шөп шашады. Тесігін ашып қойып жатыр. Бұлғалар адасып кеткен ғой. Сол тесігін түскен шөп жеп жатыр. Ашып жүрген малдар. 3 мезгіл шөп жейді өздері. Жақсында да біздің малдар кішкентай. Кәдімгі ауылдың малдары ғой. Қош малайларда шықты. Сиыр айдап жатыр. Жақтағы шөп шашып жатыр сиырына. 8-ден 10 кетті. Біз аржақтарды біттік. Біздегі бар қалған осы. Көршінің несі сиырын айдап өтсін. Біз айдап өткеннен кейін алар шығаратын боламыз. Біздің сигналар олармен еліп құдыққа дейін кетіп қалады, шөп жемей қалады. Сол достар.
айтпақшы оразаларыңыз қабыл болсын. Қалай өтіп жатыр, жеңіл өтіп жатыр ма? Бүгін оразаның 7-ші күні ғой. Менде күшті өтіп жатыр. Борай. Ой жонда. Ораза болса үйдегі шкаптарды реттей бастаймын. Бір күнде шкаф реттеймін. Бір шкаптан асықпай тазалап. Үйдің тазалығына көп мән беріп кеттік. Оразада уақыт көп. Біз өткізбей. Солай өтіп жатырық. Біз 6-да ашамыз. Сіздер қай уақытта ашасыздар аузарыңызды. Сосын 5-те уже жабамыз. Аузымызды таңғы 5-те. Солай болып тұр біздің жақта Қарағанды облысында. Сосын айтпен сен айтқызады ғой. Сухор, ифтар деп неме шығарып алған деймін да. Қазақша ауызашар. Сәресін деген бар еді ғой. Соны мен неге өзгертіп алған деп қоямын да. Соны қазір таптамаша дүние қазақи тілдің бәрін араб тіліне аударып нелер бар деймін да адамдардың. Сіздердің ойларыңыз қалай соған? Менің ойым жаман болып тұр сондайға. Өзіміздің қазақ тілімізді дамытпай жатып, басқа араб тілін дамытудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Сол достар, қазір тазалайтын боламыз. Сіздермен болған ассалаумағалейкум. Күндеріңіз сәтті өтсін. Лайк, комментарий үшін рахмет.